Ассаламуалейкум, құрметті менің YouTube арнамның оқырмандары, құрметті достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алла қаласа бүгін сіздермен депрессия және ona шығудың жолдары жайлы сөз өрбітетін өтетін боламыз. Қысқа да нұсқа. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, онаса лайк басып және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Депрессия дегеніміз латын тіліндегі депрессия сөзінен алынған болып, көңілсіздік, жабырқау, күйзеліс, уайымдау, қайғыру, мұңаю деген ұғымдардың балама ұғымы. Осы сөздерден біз аңғарамыз не нәрсені? Қазақ тілі өте бай тіл. Қазақ тілінде бір сөздің оннан астам балама сөздерін келтіруге болады. Демек, депрессияның да осындай балама ұғымдары бар екен. Жалпы депрессия адамның бойына қысқа мерзімге келіп кетеді бір нәрсе. Мысалы, адам күйзеліске түседі, ол күйзелісте көп уақыт жүрмейді, шығып кетеді. Адам уайымға түседі, уайымнан да ұзақ уақыт жүрмей шығып кетеді деген сияқты. Көрдіңіз бе? Егер депрессия адамның бойында ұзақ мерзімге қалып кететін болса, онда оның соңы адамды психологиялық ауруларға алып келуі мүмкін. Мысалы, невроз, үрейлі шабуыл деген сияқты психологиялық ауруларға алып келуі мүмкін. Сол себепті біз депрессиядан дереу шығуымыз керек. Жалпы депрессияға себеп болатын нәрселер не? Ол екеу, сыртқы және ішкі факторлар. Ол сыртқы факторлар ол белгілі. Адамдар, жұмыс, қоғам деген сияқты әртүрлі сыртқы факторлар әсер етеді. Ал екіншісі ол біздің ішкі фактор, яғни ішімізден туындайтын әртүрлі уайым, әртүрлі жаман ойлар, негативті ойлар деген сияқты. Өзіміздің ішіміздегі внутренний конфликт, ішкі талас тартыстар бізді депрессияға алып келеді. Ендеше сол депрессиядан қалай шығамыз? Бірінші, сырттан келетін факторлар. Көбінесе біз депрессияны адамдардың себебінен аламыз. Мысалы, адамдар бізді ренжітеді, ашуландырады, ызаландырады. Солардың себебінен біз депрессияға түсеміз. Енді сырттан келетін факторға біз қалай жауап береміз? Осы жерде, осы орайда бір нәрсе айта кетейін. Біздің дінімізде, исламда депрессиядан шығудың бір-ақ жолы бар. Ол не? Ол сабырлық таныту. Адам өте сабырлы болу. Сол кезде сіз депрессиядан шығасыз. Ал енді сабырлыққа адамды алып келетін әртүрлі әдіс тәсілдер бар. Солар жайында ендеше сөз қозғайық. Мысалы, бізді адамдар ренжітеді. Біз адамдарға ренжиміз. Адамдар бізді қатты қайғыртады, мұңайтады. Түсінесіз ба? Енді сол кезде біз адамдарға ренжіген кезде біз уайымға түсеміз. Яғни депрессия аламыз. Сол депрессиядан қалай шығамыз? Оның үш әдіс тәсілі бар. Бірінші, біз мына нәрсені мойындауымыз керек. Бүткіл адамдар жақсы. Адамдардың ешқандай жаманы жоқ. Кәпірі де, мұсылманы да, христиан да, яхуди де, президент де, әкімі де, қоғамда өмір сүріп жатқан барлық адамдардың барлығы жақсы деген сөзді біз қабылдауымыз керек. Яғни Алла Тағала адамзатты жаратқан кезде күнәсіз, өте жақсы, пәк қылып жаратты. Бірақ адамдар өсе келе өздерінің ортасына байланысты әртүрлі мінез құлықты қалыптастырды. Мысалы, біреулер жаман, біреулер жақсы деген сияқты. Сондай жаман адамдарды да біз жақсы деп қабылдаймыз. Адамдардың ешқайсысы жаман емес, олардың жасап жатқан амалдары жаман болуы мүмкін, бірақ адамдардың ешқайсысы жаман емес. Мысалы, сіз бір адам сізді ренжітті, сіз оны қатты жек көргендіктен сіз уайымға түсесіз. Уайымға түсесіз, яғни депрессия аласыз. Екіншіден, бүткіл адамның барлығын кешіресіз. Адамдарды, сізді ренжіткен адамдарды кешіру, бұл бірінші тұрғыдан сауап, екінші тұрғыдан сіздің жәннатқа кіруіңізге гарантия. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісіні жәннатпен сүйіншілейді. Әлгі кісінің не үшін жәннатпен сүйіншілейді деген кезде, әлгі кісі жатарда, Аллах Тағала мені ренжіткен адамдардың барлығын мен кешірдім, ендеше сен де мені кешір деп солай ұйықтайтын болған. Ол адамның ұйқысы да тыныш болған. Түсінесіз бе? Ал біреуге ренжіген адам ешқашан ұйықтай алмайды. Түнімен уайымдап, күйзеліп, яғни депрессиядан шыға алмағандықтан ол адам түнімен ұйықтай алмайды. Сол себепті сіз бірінші кезекте адамдарды жақсы көресіз, екінші кезекте бүткіл сізді ренжіткен адамдардың барлығын кешіресіз. Алла разылығы үшін кешіресіз. Ал үшінші әдіс тәсіл адамдардың барлығын жақсы көру. Түсінесіз бе? Жақсы көру. Жай ғана кешіріп қоймайсыз оларды, адамдардың барлығын сүю. Мейлі дұшпаныңыз бола қойсын. Ана жерде дінсіз кәпір бола қойсын. Ана жерде сізді ренжіткен дұшпаныңыз болсын, жаман адамдар болсын, көршіңіз болсын, әйеліңіз болсын, әке-шешеңіз болсын, балаларыңыз болсын, барлығын қаттыға жақсы көресіз. Қаттыға жақсы көресіз. Яғни сол жақсы көретініңізге өзіңізді сендіресіз. Сол кезде сіз түгелдей депрессиядан арыласыз. Көрдіңіз ба? Өйткені сізде ешқандай проблема жоқ.
проблема қалған жоқ. Сізде бір проблема бар еді, ол ана кісіге ренжу. Ана кісі сізді ренжітті, көршіңіз ренжітті, жұмыстасыңыз ренжітті, иә? Жұмыстағы бастыңыз сізді қатты балағат сөздермен айыптап, сізді балағаттады, боқтады. Сіз оған ренжідіңіз. Сол ренжу сізді түнімен үйде, төсекте ұйықтатпайды, мазаңызды кетіреді. Сіз сол себепті осы үш әдіс тәсілді қолданасыз. Ол менің бастығым жақсы, немесе көршім жақсы, немесе әйелім жақсы, немесе жолдасым жақсы. Балаңыз ренжісе, балам да жақсы. Бірінші жақсы деген адамдар жайында жақсы ой қалыптастыру. Ең бірінші адамдар жайында жақсы ой қалыптастыру. Олардың барлығы жақсы деген ойды миыңызға сендіресіз. Миыңызға сол нәрсені жібересіз. Түсінесіз ба? Миыңызды сендіргеннен кейін мені ренжіткен адамдардың барлығын кешірдім дейсіз. Үшіншісі, кешіріп қана қоймай, түгелдей сол сізді ренжіткен адамдардың барлығын жақсы көресіз. Осы үш нәрсені жасаған кезде сізде ешқандай депрессия қалмайды. Ал енді біздің ішімізден туындайтын депрессия, оған келетін болсақ, ол адам уақыттың қадірін бағаламай, сол арқылы депрессияға түседі. Яғни бұны кеңінен түсіндіретін болсақ, былай. Адам осы сәтте, қазір мысалы мен сізге сөйлеп жатырмын, мен осы сәтте өмір сүріп жатырмын, дұрыс па? Демек мен осы сәттің қадірін білуім керек, осы сәттен ләззат алуым керек. Түсінесіз ба? Бірақ өкінішке орай біз не істейміз? Өткен шақты ойлап қайғырамыз, болашақты ойлап уайымдаймыз. Яғни өткен шақта жасаған қателіктеріміз бар, күнәларымыз бар, солардың барлығын уайымдап, қайғырып, сол нәрседен біз күйзеліс аламыз, сонан депрессияға түсеміз. Құдай бізді кешірмейді деген әртүрлі түсініктер бар, мысалы, намазхан адамдарда. Немесе кезінде бір қателік жасап қойдыңыз, сол қателігіңіз үшін сіз өзіңізді кешірмейсіз. Сонан өзіңізді кешірмеу арқылы не істейсіз? Адам күйзеліске түсіп, арты сонымен депрессиямен жалғасады. Немесе жаңағы айтқан болашаққа жаңағы күдікпен қарау, күмәнмен қарау, үмітсіздікпен қарау сізді уайымға батырады, соның арқасында жаңағы депрессияға түсіп кетесіз. Яғни болашағым қалай болады, не болады деген сияқты. Сіз екі жақты ойлап жатып, яғни өткен шақ пен болашақты ойлаумен қазіргі сәтіңізді қолдан жіберіп жатсыз. Яғни қазіргі сәттен сіз ләззат ала алмай жатсыз. Көрдіңіз ба? Сосын біз намаз оқып тұрған кезде базарды ойлап атамыз. Базарға барған кезде, базарда жүрген кезде басқа нәрсені ойлап жатамыз. Үйде шай ішіп жатқан кезде, шай ішіп отырып шайдан ләззат алмаймыз. Біз шай ішіп жатқан кезде баяғы бізді ренжіткен адамдарды ойлап жатамыз, немесе біреуден алған қарызымызды ойлап атамыз. Осылай біз уайымнан уайым, ойдан ойлай беріп, әртүрлі жаман ойларды ойлай беріп, депрессияға түсіп кетеміз. Жапондарда мынандай сөз бар. Егер сен ыдыс-аяқ жуып жатсаң, сол ыдыс-аяқ жуудан ләззат ал дейді. Яғни концентрация дейді ғой. Концентрация, бүткіл мына ойыңның барлығын сол ыдыс-аяққа жұмса дейді. Түсінесіз ба? Демек біз ыдыс-аяқ жуып жатқан кезде ыдыс-аяқты жуудан ләззат алуымыз керек. Біз кофе ішіп жатырмыз, кофе ішіп жатқан кезде кофеден ләззат алуымыз керек. Біз жұмыс жасап жатырмыз ба, жұмысқа басымызбен кіріп кетуіміз керек қой, былайша айтқанда. Жұмысты рахаттанып, ләззаттанып, сол жұмыс жасап жатырмыз ба, жұмысқа баспен кіріп кету керек. Біз намазда тұрмыз, құлшылық жасап жатырмыз ба, біз сол намаздан ләззат алуымыз керек. Яғни намазда тұрмыз. Намазда тұрып сіз базарды, шаруаңызды ойласаңыз, сізде міндетті түрде депрессия болады. Өйткені сіз сол сәтте емессіз. Түсінесіз ба? Демек, адам сол сәтінен ләззат алу керек. Көрдіңіз ба? Ендеше, әр сәттен ләззат алуды үйренген кезде сіз депрессияға ешқашан түспейсіз. Егер түссеңіз де, ол нәрседен дереу шығудың жолын білесіз. Көрдіңіз ба? Мысалы, намазда тұрсыз, жаман ойлар сізді алып бара жатса, дереу намазыңызға оралыңыз. Ыдыс-аяқ жуып жатсыз ба? Ыдыс-аяқ жуып жатқан кезде ойыңыз басқа жаққа кетті ма? Дереу сол нәрсеге қайтадан оралыңыз. Жұмыс жасап жатсыз, Жұмыс жасап жатқан кезде ой басқа жаққа кетіп бара жатыр ма? Дереу сол жұмысыңызға қайтып оралыңыз да қайтадан жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Бұны жасау баста қиын болады. Мысалы, жаттығуда да солай ғой. Мысалы, бірден ауыр темір көтермейсіз. Фитнеске барғанда ауыр салмақтағы темірлерді көтермейсіз. Жайдан бастайсыз, 5 килодан, 10 килодан, 20 кило, 50 кило, 60 кило, 100 кило, солай қосып барасыз. Уақытты талап етеді. Дәл сол секілді адам ойды жинақтауы да біраз уақытты талап етеді. Бұл жаттығуды талап етеді. Демек, ойыңызды бір нәрсеге шоғырландыру. Мысалы, бір жұмыс жасап жатсыз ба, ойыңыздың барлығын концентрация, яғни сол нәрсеге шоғырландыруыңыз керек. Міне сол кезде сізде депрессия болмайды. Депрессиядан шығудың жолы осылай, достар. Ендеше депрессиядан шықпай, ары қарай оның арты әртүрлі жаңа психологиялық ауруларға алып кетпеу үшін
осы әдіс тәсілдерді міндетті түрде қолданыңыздар. Сол кезде сізде ешқандай күйзеліс, көңілсіздік, жабырқау, әртүрлі депрессия, стресс дейтін нәрселер болмайды. Алла тағала өмірлеріңізге берекет берсін, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Келесі видеоларды кездескенше қош, сау, саламат болыңыздар.